басқанда күндізімізді, екеуміз бір жарық шаша алмадық. Шын сүйдік жүректен бір-бірімізді, амал не тағдырдан аса алмадық. Жастамды көзімнен есіме түссе, үмітім үзілді күн өткен сайын. Ешкімді ешкімге қоспайды күшпен, түсінсе көңілмен сезімнің жайын. Жазғанына тағдырдың амалсыз бағындың ба сен? Көздеріңнен жас тамып амалсыз сағындың ба сен? Сағындың ба сен? Жазғанына тағдырдың амалсыз бағындың ба сен? Көздеріңнен жас тамып амалсыз сағындың ба сен? Бар менде бір жүрек сүйгені бірі, қалайша өзгені сүйіп ұнайсың. Болар ма деп едім сүйгені тіреу, қамалдың Кір. Айдар Сағдатұлы, сіз сұраған айырудың құжаттары дайын. Жақсы, осында қалдыр. Сосын Айжан маған Марат шақырылған ұтпа. Жарайды. Алло? Саламатсыз ба, Дария? Айарудың анализ қорытындысы дайын болды. Дәрігер, бізде сәлде болсын үміт бар ма? Енді Дария ханым, біз қолдан келгеннің бәрін жасап жатырмыз. Қызымды қатты уайымдап жатыр. Ауруханаға келіңіз, бәрін түсіндіреміз. Жақсы ма? Түсінікті. Сау болыңыздар. Жарайды, сау болыңыз. Анашым, Ау, қызым. дәрігерме қоңырау шалған? Иә, ауруханаға шақырып жатыр. Неге бара береміз? Көріп тұрғаныңызда ешқандай нәтиже жоқ. Мен шаршап кеттім. Қызым, қайда кеттің? Қызым, бәрі жақсы болады. Мадияр, бізге ауруханадан хабарласты. Бүгін баруымыз керек. Шақырса барыңдар. Не дейсің маған? Сен есін ауысқан ба? Қалтамызда бір тиын ақша жоқ, қалаға қайтып барамыз? Айқайламашы. Басым сынып тұр. Әрине сынады. Күні түні ішсен. Қызымыздың жағдайы анау. Жұмысқа тұрып кішкене бізді асыраудың орнына сенің отырсын мынау. Жоқ жұмыс. Қайдан табам? Осы өкімет біз сияқты мүгедек қызы бар отбасыға ешқандай көмек бермей ма? Сенің есің дұрыс па? Қалай сен, Мадияр, өз қызыңды мүгедек деп айтуға аузың барады? Жұмысқа тұрып қызымызды емдеп, бізді асырауын орнына отырсын мынау. Тіпті сөзім жоқ саған, Мадияр.
Әкімбісің, әкім деп біздің ауылдың әкімін айту керек қой. Ауылдың тыныштығын өзіңіз қадағалап жүрсіз ба? Айбол асыран мақтап жібердің ғой. Бірдеңе бүлдірдің бе? Ой, осы сізді мақтасақ та жақпайтын болдық қой өзі. Рахмет айналайын. Деген маск тақпай жүрсіңдер? Мына жаман індеттен құтылған жоқпыз ғой. Маск тағып жүрсіңдер, қанша айтып жатырмыз? Ой, ұрса бермеңізші, сақтанып жүрміз ғой, міне. Күнде дезинфекция жасап жүрміз. Ойнамаңдар, абай болыңдар. Жақсы, мен кетейін. Жұмысқа кеттім мен. Болды, жолыңыз болсын. Бұл жақты уайымдамаңыз, өзім қадағалап қарап жүрем. Айбол, сен өзіңді қадағалашы, маған сол да жеткілікті. Жүр. Жақсы, жолыңыз болсын, әкім мырза. Анашым, Ау, қызым. мен сіз бен әкемнің екеуінің күнде ұрысқандарыңызды қаламаймын. Мүмкін мені мүгедектерге арналған орталыққа жібересіздер. Қызым, сен не айтып отырсың, қызым? Мен сіздерді қатты жақсы көремін. Анашым, ақша жоқ, анау жоқ, мынау жоқ деген сөздеріңізде жалығып кеттім. Және де мен үшін ұрысқандарыңызды қаламаймын. Болды, қызым, болды. Ешқашан ұрыспаймыз, кешірші бізді. Сен біздің барымызда, нарымызда өзіңсің, қызым, түсінесің бе? Кешірші бізді. Так, Марат. Аяруға шұғыл ота қажет. Иә? МРТ қорытындысы жақсы емес. Оның үстіне біраз қаражат талап ететін ота. Бұл отаны өзіміз жасасақ болмай ма? Кеше мен МРТ қорытындысын Украинадағы ең мықты неврохирургия орталығына жіберген болатынмын. Осыдан бірнеше жыл бұрын сол жаққа жұмыс тәжірибесімен алмасу үшін барған кезімде дәл осы диагнозбен ота жасалған. Ота өте сәтті өтті. Ұмытпасам, Александр Ярмарка есімді профессор. Сол кісіні бізге тауып осында алдыруымыз қажет. Көрерміз. Алдымен әке шешесімен сөйлесейік, не дейтінін білейік. Көре жатармыз. Дәрігер, ауыр науқас келіп түсті. Шұғыл түрде отаға қажет дейді. Енді мінді басып алшы. Не болған жағдай? Жол апатына ұшырапты. Онда жүріңдер жылдан барайық. Үйінде мекені? Мәтін! Осы Мадиярдың құлағы естіпей қалған ба, немене өзі? Жеңшем құлақ шекеден шақ еткізіп жіберген шығар. Ой, қай-қайдағын айтпай, тыныш. Неге айқайлап тұрсыңдар? Кірсеңдер, ішке есік ашық тұрды. Есік ашық болғанда үйде ешкім жоқ па? Дария қайда, Дария? Дария үйде? Мадияр, біз ауруханаға кеттік. Тамағынды әзірлеп қойдым, өзін ыстып жей бересің, жарай ма? Ішпеймін, аш емеспін. Тірліктерін бітіре беріңдер. Жарайды, көмектесіп жүрші, көлік күтіп қалды. Келе ғой, қызым. Сандуғаш, маған келіп кетіңіз. Асан Аманұлы шақырдыңыз ба? Шақырдым. Сандуғаш, ауылдағы төмен отбасылы көпбалалы аналардың тізімін жасадыңыздар ма? Жоқ, мырза, біз әлі толық жасап үлгермедік. Тағы қанша уақыт қажет?
Сол аналар маған келіп шағым жасау керек па? 2 сағат уақыт берем, тізімін жасап, маған жеткізетін болыңдар. Түсінікті ме? Жақсы жарайды, мен онда тездетіп іске кірісейін. Сосын ауылдағы кәсіпкерлердің көмек ретінде әкелген азық-түлікті қоймаға жеткіздіңдер ме? Иә, Жанболат мырза барлығын өзі қадағалап орналастырды. Жанболат? Жанболат жұмысқа келген бе? Жоқ мырза, ол ауданға кеткен, сіздің тапсырмаңыз бойынша. Иә, есіме түсті. Сосын жаңа тізімдерді бітіретін бол. Сосын мұқтаж жандарға азық-түліктерді жеткізіп берейік. Осысын. Жақсы жарайды. Ақ көршім, золотой жігітсің ғой сен бар ғой. Осы қайда жүрсем де, кіммен жүрсем де бар ғой, сені мақтан тұтып, бәріне мақтан жүрем ғой сені, ақ көршім. Сағи біледі ғой, сен білсең, айтшы Сағи, қалай мақтайым? Бірінші естіп тұрмын. Айбол, сыйлағаныңа рахмет Айбол. Бірақ мен мақтамай-ақ қойшы, ондайға лайық емеспін. Не болды, ақ көршім, көңіл күйің жоқ қой. Жеттер, мазам болмай отыр. Давай осыны алып қойық та тұрайық. Айтып тұрмын, бұл біз үйінен шығарғысы келіп отыр ғой. Қатыннан қорқады бұл. Сағи, аузыңа келгенді оттама. Болды, Мадияр, ашуыңды бас. Қойшы Сағи, сен де болмайды нәрсен. Болды, дұрыс. Осыны бір алайық та, тұрсақ тұрайық. Той, жақсылық болсын. Жігіттер тарқайын. Мадиярдың көңіл күйі дым болмай жүр ғой, Сағи. Қатыннан жаман қорқалайды. Ой, сен де бір қойшы бір айта береді екенсің, қайталап. Жүр, кеттік, жүр. Мен маған так берейін. Ең бар оны, іздейді ғой ертең. Хотя бязын ақ берейін. Вот, жүр. Қызым, шаршаған жоқсың ба? Қарның ашқан жоқ па? Жоқ анашым, менде бәрі жақсы. Аш та емеспін. Шаршаған да жоқпын. Бірақ қайдан шаршаймын, арбада отырсам? Қызым, неге олай дейсің? Арбада отырсан уақытша нәрсе. Ертең-ақ аяққа тұрып кетесің. Мына ауруханада керемет дәрігерлер жұмыс істейді. Сені аяққа тұрғызамын деп уәде беріп отыр. Сәлем Айару, қалың қалай, жақсысың ба? Сәлеметсіздер. Сіздерді Айдар Сағадатұлы күтіп отыр. Жүріңіздер. Жүріңіз, мен көмектесейін. Рахмет. Дария, келдіңдер ме? Саламатсыздар ма? Сәлеметсіз бе? Марат, Иә? Айжанға айт, Айарудың қолына қан алсын, жарай ма? Жарайды. Жүріңіз. Айару, қорықпа, жарай ма? Бәрі жеңіл болады. Келіңіз, отырыңыз. Дәрігер, ашығын айтыңызшы, бізде үміт бар ма? Әрине бар. Біз қолдан келгенше барынша тырысып жатырмыз. Бірақ, білесіз ба, бұл отаға бір шама қаражат қажет. Ең бастысы қызым аяққа тұрса болды. Шамамен қанша қаражат керек? 17 мың доллар. Немене? 17 мың доллар. Бұл қымбат қой. Енді қайтем. Сабыр сақтаңыз, түсінем. Біз бұл отаға шетелдік мамандарға жүгінгіміз келіп отыр. Білесіз, өте күрделі ота. Бізде қанша уақыт бар? Уақыт аз. Кешігетін болсақ, аяқтан тұра алмай қалуы мүмкін. Түсінікті. Жарайды. Сау болыңыз.
Құдайым, енді не істеймін? Қалайсың, Жомарт? О, қалайсың, Мадияр? Маған бір 50 грамм биш басым сынып тұр. Сенде бір ұят жоқ екен ғой кәдімгідей, сен қарызын білесің, басыңнан асып жатыр ғой, Мадияр. Мына дәптер бар ғой, сен қарызыңмен толайын деп тұр қазір. Не болды саған, Жомарт? Ауылдан көшіп бара жатқан жоқпыз ғой, береміз ғой. Жылана бермей қойшы. Ренжімеші, Мадияр. Ақшасын төлеп, қанша ішсең де құйып беремін. Ақшаға құнығайын депсің. Не көрің алып кетпекшісің ба? Әлде қалтаң қампайын дедім ба? Мадияр, басымды қатырмаш. Онсыз да ісім басымнан асып жатыр мен. Сен сияқты ергіп отқан жоқпын мен. Кетшей сенде. Жалқау десейші. Ішкен арақ. Жұмыс істеп қойып отыр. Қалай жұмыс істейсің бе? Қызым, келмесең көтеріп алайын? Анашы, мен ауыр емеспін бе? Жоқ, жаным, сен әлі маған бөпе сияқтысың. Келіңіз, мен сізге көмектесіп жіберейін. Ой, рахмет аға. Ана жаққа қарай. Қызым, сен сәл жатып демала тұр, ал мен жүргізуші ағаға ақшасын беріп келейін, сосын екеуміз тамақтанамыз, жүре ма? Жоқ, анашым, менің тәбетім болмай тұр. Одан да кішкене жатып тынығып алайыншы, жарайды ма? Қызым, бұл не сөз? Дәрігердің не айтқанын естідің ғой өзінде. Тезірек аяққа тұру үшін дұрыстап тамақтану керек. Иммунитетті көтеру керек. Жақсы, анашым. Жарайды, анашым, таксист ағай күтіп қалмасын. Жақсы, жаным. Көп күтіп қалған жоқсыз ба? Жоқ. Міне кейіңіз. Жақсы. Рахмет, жолыңыз болсын. Біздің ауылда мынандай машина бар ма, сағи? Кімнің машинасы ма? Білмеймін, досым. Өмірімде машина дегенге қызып қаппын мен. Ой, сен машина былай тұрсын, есекке отырбаш, өзің әрең жүрген адамсың аяғыңмен. Достар, не аскар білай, үйде 4 ешек бар. Кез келген сатанда машина міне салам. Сенде ақша бар ма, не машина алатындай? Құдайға шүкір. Ойбай, өткенде мен қарызға ақша сұрағанда жоқ дегенің қайда? Папашканың ақшасын саған бере алмаймын. Оданша бергім келмеді десе, түсінікті ғой, сенің тірлігің. Осыдан Түркістанға барайын, кетіп баратырмын жұмыс істеуге. Байып кетем, содан кейін сөйлесем сендермен. Мен де барым, мен де алып кет. Көреміз. Кім машинесі болды екен, Мадиярдан сұрау керек болды ғой, жолыққанда, Сөйтерміз. Біздің ауылда жоқ бұндай машина, мен білем ғой барлық машина. Асек, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалайсыз, жеңешем, бала-шаға аман ба? Сізді көрсем бір өзім марқайып қалам. Шүкір, бәрі жақсы. Өздеріңе не болған, мені көрсеңдер, алдарыңа жан салмайтын болыпсыңдар ғой. Өздерің бірдеңе білдіргеннен саусыңдар ма? Жоқ, Басекен, не білдіреміз? Жүрміз ғой сол ауылда тып-тыныш. Енді жақсының жақсысын айт, нұр тасын демей ме, Қазекең? Оныңа да рахмет. Қайдан қайттың? Дүкенге барғам, анау-мынау алайын деп жабық тұр екен, сол жақтан келе жатқам. Ол жабылмаушы еді ғой? Ол жағын білмедім енді. Басеке, ақыр жолып қалған екенбіз. Сізден бір көмек сұрасам.
үйінде мүгедек қыз асырап отқан отбасыға әкімдіктен ешқандай көмек жоқ па? Мадияр, біз қолдан келгеннің бәрін заңға сәйкес мүгедек балаға берілетін көмекті беріп жатырмыз ғой. Жәрдем ақысын да алып отырсыңдар. Одан басқа не керек? Дұрыс, ол жағына рахмет. Басқалай тағы да көмек болса деген ғой. Мадияр, тепсе темір үзетін жігітсің. Ренжісеңді айтайын. Алақан жаюды доғару керек қой. 10 балаң болса түсінер едім. Бір түйір қызың бар. Жігітсің ғой. Жұмыс жасамайсың ба? Сол болмай тұр ғой жұмыс. Бар болса істейтін ек бәсеке. Екі қолға бір күрек табылады. Жұмыс жасағың келсе, кел маған. Өзім тауып берем. Сіздерді білем ғой, не жұмыс беретіндеріңіз? Маған ондай емес, дипломмен жасайтын жұмыс керек. Ай, Мадияр, ай. Өзің білесің. Мен мұны ауылды аралап келе жатыр едім. Мен жұмысқа кеттім. Кеше қайда болдың? Кеш келдің ғой. Не болды? Мен тергейін дедің ба? Жоқ, мен сенің қашан тергеген ем. Жай аман саулығыңды біліп отыратындай ескертсем болады ғой. Мазамды алмаш. Басым ауырып отыр. Тыныштықпен шайымызды ішейік. Әке, сіз неге анам бірдеме десе, басым ауырып тұр деп шығасыз? Көрдің ба? Сенің тәрбиең осы. Әкесіне қалай сөйлеп отыр. Енді бала өз ойын айтып отыр ғой. Ашуланбай қойған сұрағына дұрыстап жауап берсем болады ғой, Мадияр. Мені кінәламай. Мадияр, мен сенен ештеңе күтпеймін. Тек қызына кішкене қамқорлық танытсам болады ғой. Достар, не істеп жатсың? Жатырмын, ішім пысып кетті, сенің ше? Сол жатырмын. Онлайн сабақ не отыр? Кіре алмай тұрмын ғой, сен ше? Сет жоқ па? Дәл өзі. Менде сонда телефонға кірілмейді. Үйдегілерің келіп жатыр ма? Қашан келді? Соңғы рет алдында келген. Бүгін келетін шығар, кеше екен. Айжан, айтқанда 210-шы палатадағы науқастың температурасы түсті ма? Дене қызуы қазір бір қалыпта. Кеше түспей жатыр деп еді ғой. Жоқ, бір қалыпта. Көтерілген жоқ бүгіндікке. Жарай. Қалайсыңдар? Жақсысыңдар ма? Шүкір ағай. Жақсы ойындыңдар ма? Жақсы. Рахмет. Қарашы маған. Температураны тексереміз. Аузыңдашы. Көріңіздер. Жақсы. Қаншатты времен бар, Мазалап атқан жоқ па түнде? Жоқ. Келгенде жақсысың ба? Жақсы сезім бетін өзіңді? Иә. Температурамыз кім алды? Жоқ, бір қалыпта. Тексеріп қараймыз. Жақсы болсаң, 1-2 күнде шығарамыз. Келгеннен дұрыс болайын дедің ба? Күрекшілік жақсы. Жақсы, өте жақсы. Дұрыс болып қалсын. Температурасын тексересің ба? Жақсы, ешқандай не жоқ. Сен қалайсың? Жақсы. Дұрыс болайын дедің ба? Молодец.
Қанша? Bir қалыпты температура. Жақсы. Жақсы ағай, сау болыңыз. Айтпақшы Айжан, коронавирус сақтық шаралары бойынша бүгін Марат тікелейге шығу керек. Bir ескертіп қойшы, ұмытып кетпесін, жарай ма? Жарайды. Сосын дәрігер кеше грыжасына ота жасаған 7-ші палатадағы науқастың түнімен дене қызуы көтеріліп шықты. Мүмкін бір тексеріп шығарсыз. Жарайды, жүрші, барып көрейік. О, Мадияр, отсың күнші уақытта? Кірсе ішке. Қайсың, жақсысың ба? Жақсы. Үйде ешкім жоқ па еді? Не қыласың, кім бар екен? Кіре бермейсің ба? Есік ашық тұр ғой. Жоқ, кіре бергенде жеңшем үйден қуып шықпасын деп қорқып тұрғаным ғой. Иә, кеше келсем үйде жоқ екенсің. Есік алдынан бір машина шыққандай болды ма? Машина дейсің ба? Иә. Қай уақытта? Сол кеше кешкі 5-тердің шамасында-ау деймін. Қара опель ма, бір көкшілдеу ма, сондай шығып баратқан мен келатқанда. Түсінікті. Мен жоқ кезде үйге машина келетін болған екен ғой. Сен отыра тұр, мен қазір сұрап келемін. Жоқ ой, Мадияр, тұра тұр. Тура бір өсек тасығандай болып қалмайын мен. Кейін асықпай сұрайсың ғой. Мен әшейін өтіп бара жатырмын, амандаса салайын деп. Беш, арға өзім өлтіре салайын. Жақсы, сонда жолығамыз. Жақсы. Қызым, мына есептерді сен түгілі мен шығара алмайтын сияқтымын ғой. Анашым, үйде оқып жалығып кеттім. Одан да баяғыда мектепке барып оқығым келеді. Қызым, білесің ғой, қазір карантин екен. Мектепке ешқандай оқушы барып оқымайды. Мына індеттен құтылғанша сен де тезірек жазылып кетесің, аяққа тұрасың. Ең бастысы денсаулық. Менің сыныптастарым барып оқып жүр ғой, ауылды жерлерден оқуға болады екен. Ол жағын білмедім, қызым. Дария! Дария! Кеше үйге кім келді көлікпен? Не? Мен жоқ кезде еркектер келетін болған ба? Мадияр, сен басын істей ма? Қайдағы көлік, қайдағы еркек? Қызымыздың көзінше не айтып тұрсың сен? Шық сыртқа. Мадияр! Мадияр, жіберші! Келіп басқанда күндізімізді екеуіміз бір жарық шаша алмадық. Шын сүйдік жүрекпен бір-бірімізді, амал не тағдырдан аса алмадық. Жастамды көзімнен есіме түссе, үмітім үзілді күн өткен сайын. Ешкімді ешкімге қоспайды күшпен, түсінсе көңілмен сезімнің жайын. Жазғанына тағдырдың амалсыз